Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен біз қазақ елі арнасы. Бүгін біз сіздерге қазақтың ұлы тұлғасы, ақын әрі батыр болған Махамбет Өтемісұлы туралы айтатын боламыз. Махамбет Өтемісұлы 1804 жылы қазіргі Батыс Қазақстан облысының Орда ауданына қарайтын Бекетай құмы деген жерде туылған. Жас кезінде хан ордасында тәрбиеленген ақын кейін бөлектеніп кетеді. Халықты қарашаны қолдаған Махамбет 1829 жылы түрмеге қамалады. 1831 жылы түрмеден қашып шықты, бірақ артынша ақталды. 1834 жылы Исатай батырмен бірігеді. Сол жылы 9 маусымда Жәңгір хан Махамбетті өз жағына тарту мақсатында старшын лауазымын ұсынды. Жер мәселесі, жайылымның тарлығы, Орыс империясының Қазақ хандығын жою мақсатындағы іс-қимылдары, сондай-ақ Жәңгір ханның жерді туған туыстарына бөліп беруімен ел билігінде қайын атасы Қарауыл қожаға үстемдік берген астамшылық әрекеттері бүліншіліктің тууына себепші болды. Қарауыл қожа мен Исатай Махамбет арасындағы тартыс өршіл наразылық үлкен қозғалысы айналды. Исатай атынан жазылған «Әй Махамбет жолдасым» атты Махамбет толғауы ондағы хан баласы жыладай, жанымды қи деп сұрадай деген жолдары хан ордасын қоршауға алған соғыс күндерінің 1837 жылдағы шындығын сипаттайды. 1838 жылы 12 шілдеде Ақбұлақ шайқасында Исатай көз жұмады. Махамбет Хиуа жақта 2 жылдай жасақ жинап әрекет жасайды. Бірақ бұл әрекетінен түк шықпаған соң Бөкей ордасына жасырын өтіп ел үшін паналады. Шын өмірінде ауыр да сүргінді жылдар жалғасып, 1841 жылы 4 наурызда белгісіз біреулердің көрсетуімен Тілеков деген қазақтың үйінде отырған жерінде Махамбет қолға түсті. Орал әскерінің 40 мыңнан тұратын жасағы үйді, ауылды түгелдей тұтқында ұстап, Қалмықов ауылында, қазіргі Тайрақ ауданы, сол жерде Махамбет батырды 2 аптадай тұтқында ұстайды. Алайда кіші жүздің батыс бөлімінің әкімі Махамбетті қудалауын қоймады. Ол ақынның басына 1000 сом тігіп, оны ұстау үшін арнайы адамдар жалдады. Махамбет Өтемісұлы өлерден 2 күн бұрын түс көреді. Түсінде өз басының мойнынан домалап жерде жатқанын көреді. Махамбетті өлтірушілер Махамбеттің досын азғырып, иығынан қағып, өздеріне ертіп алады. Сол күні Махамбет әлде неден сезгендей қару-жарағын асынып отырады. Сонда әлгілер Махамбеттің досымен бірге келіп, Махамбетке: «Ей Махамбет, сауыт-сайман қару-жарағыңды таста, біз өзіміз сенің достарыңбыз» деп Махамбет батырды алдап, сол жерде қапыда басын шауып домалатып жібереді. Сөйтіп Қазақ хандығының азаттығы үшін күрескен Махамбет Өтемісұлы осылайша қаза табады. Біз сіздерге Махамбет Өтемісұлының қысқаша өмірбаянын айтып бердік. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, арнаға жазылыңыздар.